Сәлем достар, сіздермен бірге мен Мөлдір. Бүгін біз сіздермен ыстық нан пісіреміз. Арнама шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін менің арнама жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын толықтай описание бөліміне жазып кетемін. Ең алдымен өзімізге керекті ыдысқа 2 кесе салқын суымызды құйып аламыз. Кесеміз 200 мг болып есептелінеді. 2 кесе салқын суымызды құйып болған соң, үстіне ыстық тағы да 2 кесе су құямыз. Оның үстіне 1 ас қасық тұз және де 2 ас қасық құмшекер саламыз. Керекті затымызды салған соң, жақсылап араластырып аламыз. Ішіне салынған тұзымыз бен құмшекеріміз толықтай еру керек. Барлығын жақсылап ерітіп алғаннан кейін, оның үстіне 1 шай қасық ашытқы саламыз. Ашытқымызды да жақсылап араластырып аламыз. Ашытқымызды суда жақсы еру керек. Тұз, құмшекер және ашытқымыздың барлығын суға салып біттік. Барлығын ерітіп болғаннан кейін, үстіне біртіндеп ұнымызды сала бастаймыз. 2 кесе салқын су және 2 кесе ыстық суға біз 2 алақанымызды толтырып 5 рет ұн саламыз. Барлық ұнымызды салып біткеннен кейін, енді қамырымызды илейміз. Қамырымызды илеп, басы біріккен кезде, оның үстіне кішкене сұйық май құямыз. Сұйық майымыз біздің қамырымыздың біркелкі болып иленуіне көп септігін тигізеді. Қамырымыз дайын, енді оның бетін жауып, ашығанға дейін күтеміз. Қамырымыз ашыды. Енді осы қамырды өзімізге керекті мөлшерде бөліп алып, біртіндеп майланған табаға салып, формасын келтіріп, оның бетіне жұмыртқа жағып, қызып тұрған духовкада нанымыз піскенге дейін пісіріп аламыз. Көбіне ең алғаш салынған нанымыз 15-20 минутта піседі. Кейінгі нандарымыз жылдамдатып 10-15 минутта пісіп қалады. Нанның пісу уақытысы пештің қызуына байланысты піседі. Біздің нанымыз дайын. Осы рецепті бойынша 550-600 грамм салмақта 4 нан пісіп шықты. Рецепт ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын!